Сәлем достар! Менің атым Диана, және біз бірге ағылшын тілін үйренетін боламыз. Жалпы бұл менің ютубтағы ең алғашқы видеом, және де мен оны ағылшын тілінің бастапқы деңгейіне арнағым келеді. Яғни бұл мини курс болып табылады. Бұл курста 25 видео сабақ, және де біз ағылшын тілінің ең негізгі грамматикасын үйренетін боламыз. Сонымен қоса жаңа сөздерді, қалай сөйлем құрау керек екенін бәрін толығымен қарастырамыз. Ал енді көп кідірмей бастаймыз. Ең бірінші біз есімдіктен бастайық. Жалпы есімдіктер ағылшын тілінде pronouns деп аталады. Pronouns. Ең бірінші ол бізде I. I дегеніміз мен деген мағынаны білдіреді. I. Келесі бізде you. You-дің мағынасы сен, сіз, сендер, сіздер деген мағыналары бар. You. Келесі бізде she. She біз, яғни қыз балаға ол деген мағынада қолданамыз. She. Келесі бізде he. Ер балаға бізде he. Және де адамнан басқа барлық заттарға біз itті қолданамыз. It. Жануарларға да it болады. Бірақ егер сіз жануардың ұрғашы немесе еркек екенін білсеңіз, онда he немесе she'ді да қолдануыңызға болады. Келесі бізде we. Біздер. We. Және де they. Олар деген мағынаны білдіреді. Тағы да қайталайық. I, you, she, he, it, you, we, they. Және де ағылшын тілінің ең басты ерекшелігі, ағылшын тілінде әрбір сөйлемде міндетті түрде етістік болуы керек. Мысалы, қазақ тілінде мен Дианамын десек, ағылшын тілінде мен Диана болып табыламын деп айтуымыз керек. Демек, бізге ол үшін арнайы етістік керек, яғни ол етістік to be етістігі деп аталады. Оның қазақ тіліндегі баламасы боламын, табыламын. Және жаңа біз есімдіктерді өттік қой, сол есімдікпен to be етістігінің белгілі бір формасы болады. Енді үйренейік. I болатын болса am. I am. You are. He, she, it is. They are. We are. Яғни I am. Мен табыламын, You are. Сен табыласың, немесе сен боласың. Енді біз осы to be етістігін тек қана зат есім, сын есім, сан есіммен қолданамыз. Басқа етістіктермен де қолданамыз, әрине, бірақ әзірше сіз зат есім, сын есім, сан есіммен қолданатынымызды есіңізде сақтап қалыңыз. Біз мысалы бір мысалдар алып көрейік. Мысалы, I 20, мен 20-дамын, қараңыз, I 20. Мына жерге мен айтып өткендей, міндетті түрде етістік керек әрбір сөйлемге. Демек, I am қоясыз, am. I am 20. Мен 20-дамын. Мысалы, he бірдеңе ақылды. Ақылды деген бізде smart. He smart деп айту қате болып табылады. Өйткені етістік керек. Демек, he is smart. Ол ақылды. Енді біз бірнеше зат есімдерді үйренейік, бүгіндікке жаңа сөздерді. Ең бірінші бізде doctor. Doctor дегеніміз дәрігер. Doctor. Келесі бізде student. Келесі бізде teacher. Ол мұғалім деген мағынаны білдіреді. Енді біз мысал алып көрейік, мысалы мен дәрігермін, мен ұстазбын, ол дәрігер деген сияқты. I am Диана. I am a doctor. Мен Дианамын, мен дәрігермін. Және де назар аударыңыздар, мен бұл жерде I am a doctor деп айттым, Жалпы ағылшын тілінде бұл артиклі болып табылады. Жалпы ағылшын тілінде артиклдің екі түрі бар, ол және де the артиклдері. Біз оларды тек қана зат есімдермен ғана қолдана аламыз. The артиклін біз әзірше қоя тұрайық, бүгін толығымен артиклін қарастырайық. Біз артиклін тек қана зат есіммен, және де зат есімнің тек қана жекеше формасымен қолданамыз. Яғни, және де ол саналатын болу керек. Мысалы, адам, мысалы, кітап, телефон, әрбір саналатын зат есім. Мысалы, I am a doctor, мен дәрігермін. Және де осы артиклі ағылшын тілінде one деген сөз бар, бір деген мағынаны білдіреді. Және де осы ол бірдің қысқартылған формасы болып табылады. Мен бір дәрігермін, мен бір ұстазбын, мен бір студентпін, және тағы басқа, Енді мысалы көрейік. She is Асем. She is a student. Ол Асем, ол студент. Ал көпше түрде қалай болады? Көпше түрде, мысалы, біз студентпіз деп айтатын болсақ,
We are students. Мына жерде қараңыздар, бізге student сөзіне біз s жұрнағын жалғадық. Демек, егер сіз зат есімнің жекеше түрінен көпше түрге аударғыңыз келсе, зат есімге s жұрнағын жалғайсыз. Мысалы, doctor, doctors, teacher, teachers, student, students. Тағы да бірнеше мысалдар алып көрейік. Мысалы, he is Диас, he is a doctor. They are Диана and Асем, they are teachers. Және де біз осы сабағымызды тағы да басынан бастап толығымен қайталайық, қысқаша. Біз ең алдымен есімдіктерді өттік, яғни I, you, she, he, it, you, we, they. Және де біз to be етістігін өттік. To be етістігін біз зат есім, сын есім, сан есіммен қолданамыз. Және де қазақ тіліндегі баламасы боламын, және де табыламын деген мағынаны білдіреді. Және де ол есімдіктердің белгілі бір формулаларымен бірге жүреді. Мысалы, I am, he, she, it is, you are, we are, they are. Және де біз үш жаңа сөз өттік. Ол яғни ұстаз, дәрігер, және де студент. Teacher, doctor, student. Сонымен қоса біз артикльдерді өттік. Бір ғана артикльді өттік. I am a doctor. Ол деген ағылшын тілінде one деген сөздің қысқартылған түрі. Және де біз оны тек қана зат есімнің жекеше формасымен, сонымен қоса саналатын зат есіммен ғана қолданамыз. Және де зат есімнің жекеше түрінен көпше түр жасау үшін біз тек қана s жұрнағын жалғаймыз. Doctor, doctors, teacher, teachers. Ал енді сабақты қорыту мақсатында бірге тест жұмысын жасайық. Қазір сіздің экранның алдында тест шығады. Және де сіз стоп немесе паузаға қою арқылы жасап қарап алыңыз. Кейін 3 секундтан кейін дұрыс жауабы шығады. 1, 2, 3. Ең біріншісі ол бізде жақшада to be дегеніміз, жаңағы сөз to be етістігінің қай формасы екенін қою керексіз. Демек, I am дұрыс. I am a student. Екінші, he. He мен біз is қолданамыз. He, she, it is. He is a doctor. Үшінші, we are students. Дұрыс. We are students. Төртінші, she. He, she, itқа бізге is. She is Асем. Және де соңғысы, they are teachers. They are, және де зат есім көпше түрде тұратын болса, s жұрнағын жалғаймыз. Достар, бұл видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет. Ағылшын тілін үйренуде сіздерге сәттілік, ешқашан берілмеңіздер. Келесі сабақта кездескенше. Бай-бай!